Бауырсақ және батыр балалар. Бір күні табиғаты керемет қалың орманда ата мен әже өмір сүріпті. Олардың үйлері шағын ғана болса да, өте әдемі жай екен. Ауласы гүлге толы, айналасы жасыл ағаштармен көмкерілген. Bir күні ата әжеге: "Кемпір, қарным ашты. Маған бауырсақ пісіріп берші" депті. Әже күлімдеп: "Жарайды, атасы" деп ұннан қамыр илеп домалақ бауырсақ жасапты. Пешке салып қызарып піскен бауырсақты суысын деп терезенің алдына қойыпты. Бір кезде бауырсаққа тіл бітіпті. Ол жан-жағына қарап: "Мен домалап көрейін" деп терезеден секіріп түсіп аулаға қарай домалап кетіпті. Сөйтіп орманға кіріп асыр салып әндетіп келе жатса, алдынан қоян шықты. "Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін" дейді қоян. Бауырсақ қорқып тұрып: "Жемеші, мен саған өлең айтып берейін" депті. Сосын әндетіп: "Атамдан қаштым, әжемнен қаштым, енді сенен қашамын" деп домалап қашып кетіпті. Аздан соң алдынан аш қасқыр шығыпты. "Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін" дейді қасқыр. Бауырсақ тағы да: "Жемеші, мен саған өлең айтып берейін" деп: "Атамдан қаштым, әжемнен қаштым, қояндан қаштым, енді сенен қашамын" деп қашып кетіпті. Орманда тағы домалап келе жатса, үлкен аю жолын бөгепті. "Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін" дейді аю. Бауырсақ қорқып: "Жемеші, мен саған өлең айтып берейін. Атамдан қаштым, әжемнен қаштым, қояндан қаштым, қасқырдан қаштым, енді сенен қашамын" деп тағы домалап кетіпті. Сөйтіп келе жатса, алдынан қу түлкі шығыпты. Құйрығын бұлғаңдатып: "Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін" депті. Бауырсақ тағы өлеңін бастамақшы болғанда, түлкі айласын асырып: "Менің құлағым онша естімейді. Тұмсығыма шығып айтшы өлеңіңді" дейді. Осыны сырттай көріп тұрған Кемеңгер деген батыр бала мен оның қарындасы Хадиша дереу жүгіріп келіпті. "Түлкіге жем болмайсың" деп бауырсақты тез алып қашыпты. Балалар бауырсақты ата мен әжесіне алып келіпті. Ата мен әже қуанып: "Жарайсыңдар, батыр немерелеріміз" деп бастарынан сипапты. Сөйтіп бәрі дастархан басына жиналып, шай ішіп, бауырсақтан ауыз тиіпті. Үй іші күлкіге толып, бақытты өмір сүріпті. Ертегі осылайша жақсылықпен аяқталыпты.